amore mio, io non sono più il solo l'unico, hai nascosto nel cuore tu una storia irrinunciabile. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col fondo amaro che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna? Ma perché tu non sei più tu? Ma perché non l'hai detto prima? Chi non ama non sarà amato mai. Соңғы секундтар әттең. Ержан, сәлем. Ержан, мен сіз екеніңізді білгенмін. Дауысыңыздан бірден таныдым. Рахмет. Дауысыңыз өте керемет, оған енді ол жайында мен енді еш нәрсе айтпай қояйын. Сахнада жүрген адам ғой деп, жастарға жол берейік деген оймен баспадым, Ержан. Сәттілік сізге. Ержик, не қып жүрсің? Қаңғырып жүрмін. Ержан, әрине жүректі ауырттың, бірақ Ержанды бұл жоба емес, бүкіл Қазақстан, алыс жақын шетелдің барлығы мойындап қойған әртіс. Рахмет. Мен жаңа ғана сізді тыңдап жатқан кезде, мына кісі өте жоғары деңгейдегі әнші. Бұл кісінің сахнасы, әрине, ол шетелдік Ла Скала. Сіз жұлдызсыз, сіздің даусыңыз белгілі бүкіл әлемге. Сондықтан да ренжімейміз. Әрине, тыңдадым, керемет дауыс. Тани қойған жоқпын, әрине. Бірақ бұрын естікен дауыс. Мен ары ойландым, бері ойландым, бұл қай жерде естікен дауыс. Әрине қойылған, кәсіби әнші. Сөздің ашығы алдында әрине мен қомағайлық жасап қойғанымды жасырмаймын. Өзім тобыма бір-екі классикалы алып қойған сияқты болдым. Сондықтан ойпырма, мына бұл даял әнші ғой. Мен де сол жағынан қатты құрметпен қарадым даусыңа. Бұндай кәсіби әнші, бұндай жобаға келіп, үлкен жүрек бар екен өзіңде. Менің ойымша, осы жобада қатысып, және де ұтылмау қалудан қорқпау үлкен батырлық деп ойлаймын. Сол үшін мен келдім осы сіздердің жобаларыңызға. Жарайсың. Осындай да сәттер болып жатады. Нағыз жұлдыздар да қатысып жатады Қазақстан дауысына. Ол дегеніміз Қазақстан дауысының деңгейінің жоғарылығы ғой.